Сәлематсыздар. Бүгін біз сіздермен тауықтың қанатын духовкада пісіреміз. Өте әдемі, өте дәмді, әр мерекелік дастарханның сәнін келтіретін, болмаса өзімізге түскі асқа, кешкі асқа пісіретін тағам болып шығады. Жасалуы да қиын емес. Бізге керегі тауықтың қанаты 15-20 дана. Және өзімізге қарай тұздаймыз. Менде бір ас қасық толтырылмай тұз салдым. Бал саламыз 2-3 ас қасық. Паприка 2 ас қасықты тола саламыз. Сұйық май 4-3 ас қасық саламыз. Және кептірілген чеснок 1 ас қасық. 12 ас қасық соевый соус құямыз. Және жақсылап араластырамыз. Достар, егер де менің каналыма жазылмасаңыздар, жазылып қойыңыздар. Лайк басып, пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Одан кейін кунжут саламыз. 2 ас қасықтай салдым. Одан аз салуларыңызға да, көп салуларыңызға да болады. Кунжутпен өте дәмді болады, маған ұнайды. 30 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Уақыт өте келе осылай ыдысқа салып, 170 градусқа духовкаға салып пісіреміз де, уақыт өте келе келесі бетіне ауыстырамыз келесі бетіне. Және жарты қасықтай тағы да кунжут себеміз де, және 15-20 минутқа қойып қоямыз. Духовкаларыңызға байланысты, менде 15 минут тұрды. Міне осындай әдемі біздің крылышко дайын. Көріп тұрғандарыңыз кетчуп өзім дайындағам, рецептісі видеода бар. Видеоны менімен бірге тамашалағандарыңызға, аяғына шейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған үміткен.